мырзалар, бүгінгі сабақ қарсыластың жалпы жою әскерлеріміз окоптағы. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрлық әскерлерінің әскери бөлімдері мен құрамаларында бөлімшелерінде взвод, рота командирлерімен әртүрлі ұрыс жүргізу кезінде жаттығуларды өткізуге арналған ұрысты басқару сыныптары жабдықталған. Жаттығулар қысқа 2-4 сағаттық сабақтардан тұрады. Онда бірнеше сұрақтар қарастырылады. Үйренушілерге сабақтың басында ұрыс жағдайы түсіндіріліп, тактикалық тапсырмалар беріледі. Содан кейін жетекші көрсеткен жұмыстарды өздігінен орындайды. Жаттығуларды өткізу барысында жергілікті жердің макеті қолданады. Онда үйренушілерге заманауи ұрысқа сәйкестіріп күрделі және динамикалық жағдайларды жасалынады. Сондай-ақ бөлімшелердің басқару кезінде барынша күрделі және шұғыл шешімдерді қабылдауына, жеке тапсырмаларды орындауына барысында назар аударылады. Жаттығулар үйренушілердің шешімді өздігінен және шұғыл қабылдау, шектелу уақытта тапсырманы нақты және сауатты қою бойынша білімдері мен дағдылары жетілдіру мақсатында өткізеді.